Сәлем достар, микрофонда Есенбеев Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен HTML-да алғашқы өзіміздің сайтымызды немесе веб бетімізді жасайтын боламыз. Бізде мектеп, Атамұра, Арман, Алматы кітап баспалары бар. Барлығын жеке-жеке теориялық бағытта қарап шығамыз. Ең бірінші гипермәтіндік тұжырымдаманы 1960 жылы Теодор Холлман Нельсон ұсынған ескере кетейік. Енді бұл все-таки ұбт болғандықтан HTML-дың құжаты қалай белгілейді дейді. Ең алғашқы бізде тег деген сөз бар, ағылшынша тег деп оқылады. Таңба, нұсқаушы деген. Бұл HTML құжатының нақты элементін сипаттайтын код үзіндісі және ол осы жақшада белгіленеді дейді. Арман, тег дегеніміз не дейді? HTML тілінде қолданатын командалар тег деп аталады. HTML тілінде тегтер екі топқа бөлінеді екен. Жұпты тег, жұпсыз тег. Яғни жұпты тег, жұпсыз тег деген міндетті түрде жабылуды қажет ететін тегтер бар, жабылуды қажет етпейтін тегтер бар. Жұпты тегтің бір тегі ашылса, келесі тег оны жабады. Мынау ашылған тег, мынау бізде жабылған тег болады. Және жұпсыз тег деген тег ашылып жабылуды қажет етпейтін тегтерді екенбіз. Жалпы HTML-дың тегтері өте көп. Біз соны рет-ретмен танысатын боламыз. Енді основной HTML-дың кодтары ол HTML сөзінен басталады, открывающий тегпен, HTML тегімен жабылады. Неке жанында мағыналар тұр. Head это басы дегенді білдіреді. Head жабылады. Оның ішінде title обязательно емес, бірақ жазуға болатын бөлім бар. Ол мысалы мына жерде қазір мектеп 10 деп тұр, Атамұра 10, Арман 10, Алматы 10 деп тұр. Соны біз title дейміз. Бұлардың барлығы басы, одан кейін программаның денесі орындалады, денесі жабылады екен. Алғашқы мысалды қарастырайық, барлығы осы мысалдан басталады. Жалпы кодты жазудың түрлері өте көп. Біз ұбт-ға дайындалып жатқандықтан сіздермен блокнотты пайдаланамыз. Блокнот ашамыз, алғашқы кодымызды жазамыз. Ағылшынша бас әріп және үлкен әріптің ешқандай айырмашылығы жоқ. HTML ашамыз, HTML мен жабамыз. Бұл бізде тег деп айттық. HTML. Одан кейін заголовок береміз, ол бізде head. Head ашылады, head жабылады. Осыдан кейін head'тан кейін бізде title бар, ол тақырып бөлімі. Title. Title'дан кейін енді бәрін бір қатарға жазуға да болады ғой. Title. Енді осы жерге title'ға сәлем әлем. Сәлем әлем. Жазғаннан кейін кішкене кірейік. Енді бізде программаның жалпы басыңғы бөлігі аяқталды. Енді программаның денесін жазамыз. Ол бізде body деп айтылады. Body. Және body жабылады. Body. Енді сәлем әлем деген бұл енді title, ол заголовок болады, ал программаның негізгі денесіне менің алғашқы веб бетім. Осыны сақтайық, файл сохранить как. Енді осы жерде біз рабочий столға сақтаймыз. Тип файлы, все файлы болуы керек. Одан кейін сақтаймыз индекс. Кез келген ат беруге болады. Латын әрпімен индекс нүкте htm және html деген формат бар. Осы екеуімен сақтаймыз. Сохранить, Ctrl-S, сақталды. Рабочий столда индекс деген бар. Ашамыз. Мінекей сәлем әлем, ол бізде ең басындағы title дедіге. И менің алғашқы веб бетім. Осымен мектеп баспасы аяқталды. Ары қарап Атамұра баспасына көшейік. Атамұра баспасында неден бастайды? HTML-дың негізгі терминдері олар үшеу дейді. Бұны аса қатты білу керек. Олар элементтер, тегтер және де атрибуттар. Элементтер дегеніміз не? Барлық веб-беттер олар элементтерден тұрады. Элементтер беттегі объектілердің құрылымы мен мазмұнын қалай анықтауды көрсетеді екен. Просто элементтер. Ал тегтер жаңа айттық, олар кіші немесе үлкен деген знактарға алынуы керек деп айттық. Тег дегеніміз не?
элемент бұл тектер мен оның мазмұнының жиынтығы. Элементке қойылған бұрыштық жақшалар, мына оны тег екенін білдіреміз. Тектерді жазу барысында үлкен және кіші әріптер бір-бірінен ерекшеленбейді. Оны жаңа блокнотта көрсеттік. Міне, мысалға, мына үлкен HTML болса да, кіші HTML болса да, екеуі бірдей мағынаны білдіреді. Тектің екі түрі бар екен, жұп және дара деп келген бұл жерде, ал арманда жұпсыз, жұпты жұпсыз деп келген, бұл жерде жұп және дара деп келген. Тектер көбінесе ашылады және де флешпен жабылады екен. Енді олардың арасында деген не? Ол ашылған және жабылған тектің арасындағы барлығы мазмұн орналасады екен. Мысалы, мазмұн деген қалай? Біз жаңа body аштық, body чаптық, осылардың арасында мазмұн орналасады дейді. Және дара тектер де бар екен, олар жаңағы жабуды қажет етпейтін тектер бар. Атрибут деген біз не? Жаңа айттық қой, біз элемент тектер және атрибуттардан тұрады деп айттық. Атрибут ол элементтер туралы қысқаша қосымша ақпараттарды беру үшін пайдаланатын сипаттамалар. Мысалға, сонда біз кез келген body, мысалға, title аштық па, тайтлдан кейін мына жерге атрибут беруге болады. Пока біз title айтадыр, кейін ары қарап параграф, көпқа өтетін тектер бар. Солардан кейін, мынау ашу тегінен кейін мұнда пробел беріп белгілі бір оператор жазатын болсақ, ол бізде атрибуттар деп айтылады екен. Қарайтын болсақ, ашер ол горизонталь сызықта, оған align деген атрибут беріп атырық. Бұл атрибуттың атауы align деген. Ашер ол бізде тег. Right деген атрибуттың мәні, яғни align қайда? Оң жақта орналасады, горизонтал. Size деген оның жалпы атрибут, соның ішіндегі size деген атрибуттың аты, 3 деген оның мәні екен. Сонда біз білуіміз керек. Жалпы HTML-дің негізгі терминдері элементтер, тегтер және атрибуттар. Бұлар бізге аса қатты маңызды. Жалпы құжаттың құрылымы, құжат тақырыбы, бұлар head'тен аяқталатын бөлім. Ал body'дан басталып, body'дан аяқталатындар құжаттың денесі деп айтылады екен. Енді мұнда солар туралы қысқаша айтылған. Енді жеке-жеке бастаймыз. Біз енді оңға және солға деймізді. Мектептің мәліметтерін атамұран мәліметтер бойынша жалғастырып кете береміз. Ең бірінші P это у нас параграф. Былайша айтқанда абзастан бастау деген сөз. Абзастарды білдіреді, абзастың басын қояды. Яғни белгілі бір өлең шумақ болатын болса, соның бір кусок, параграф деген сөз. Мысалға, менің алғашқы веб бетім дегенді P-ға алуға да болады. P, бұлар міндетті түрде жабуды қажет ететін тегтер. P, Ctrl-S. Енді сақтаймыз да и досканы 3-ке бөліп қойып өте береміз. Обновить, ештеңе болған жоқ қазір. Келесі BR, жаңа жолға өтуді. Бұл енді мысалға менің алғашқы дегеннен кейін веб бетім дегенді астына түсіру керек болатын болса, онда біз BR деп жаңа жолға өткізіп жібереміз. BR, Ctrl-S, обновить. Вот мені менің алғашқы веб бетім деген BR, оны сөйлем арасындағы enter деген мағынаны келтіреді. Жаңа жолға өтуді жүзеге асырады. HR, бұл бізде горизонталды сызық. BR-ді пока өшіре салайық. Әдем болып тұрсын бізде. Ctrl-S сақтадым, мынаны обновить еттім. Енді HR деп біз горизонтальный сызық сызамыз. Бұл да жабуды қажет етпейтін. Ctrl-S. HR, мінекей серый сызық пайда болды. Келесі HR size деген, осы сызықтың биіктігін, қалыңдығын орнатады екен. Және size-ы екі түрлі мәнмен беруге болады. Мұнда тырнақшаның ішіне пайызбен немесе санмен де беруге болады екен. Кеттік HR, енді осының ішіне атрибуттарын береміз. Мұнау біздің size, width, color, align деген бұлар бізде атрибуттар. HR, жақындатамызда, пробел қоямызда, жазамыз size размерін. Давайте пока процентпен берейік. Міндетті түрде тырнақшаға аламыз. 10%. Ctrl-S, обновить. Қазір менде үлкейгені көрінбейді. Қазір цвет берген кезде көреміз. Ары қарап, color, тең, тырнақшаға green. Ctrl-S, сақтаймын. Обновить етеміз. Вот міне проценттің үлкейгені көрінеді. Бұл бізде size деген
биіктіктің қалыңдығы. Одан кейін width деген бар, ол бізде ширина, ені. width тең. Оны да процентпен берсек болады. Пока 10% деп бере салайық, ол бізде қысқа ғана болып қалады. Ол изначально бұның align деген оның положениесі центрді береді. Ал егер біз осы тұрған тұрыста оңға немесе солға беру керек болатын болса, онда біз align, біз size қолдандық, width'ді пайдаландық. Енді color'ды пайдаландық, alignға берейік. Align'нан кейін тырнақшаның ішіне left деп берсек сол жақта тұрады, center деп берсек ортада, изначально бұл центрде тұр, right деп берсек оң жаққа барады екен. Дальше біз енді align қасиетін жазамыз. Align тең left, Ctrl S, қазір мына жасыл сол жаққа кетеді, кетті. Одан кейін center, Ctrl S, обновить, одан кейін right, Ctrl S, обновить, оңға кетті. Қайтадан центрге Ctrl S, обновить. Керек болса, мынаны 50%-ке берсек, сақтадым, обновить еттім. Осындай үлкен горизонтальный сызық болды. Ctrl S всегда сақтап, мына жақта обновить етіп жатырмын. Жақсы, келесі бізде құжаттың тақырыптарын тақырып анықтайтын H бар екен. H1 ол ең үлкен қарып, H6 ең кіші. Яғни содан жоғарыдан төмен қарап түсе береді деген сөз. Келесі осылардың өзін параграфқа аласылайық. Отдельно бір жеке сөз деп алайық. Жетемізді бұған H1 береміз. Бұлар жабылу керек тегтар, H1. H1-ді жабамызда ішіне сәлем 1, Ctrl S, сәлем 1 кетті. Мені пока что үлкен размерде тұр, сәлем 1 деген. Дәл осылай келесі H2-ні қоямыз. Ол бізде сәлем 2 болады. Сәлем 2, H2. Бұл уже көлемі кішірейіп кете береді. Арғарап P 6-ға дейін тартайық. 3, 4, 5, 6. Сәлем 5-тен бұлар еще жирный болды. Ең кіші төменгі ескерту, егер тақырып деңгейі көрсетпегендер болсында, браузер оны H өлшеммен көрсетеді дейді. Енді арғарап құжаттың мәтінін форматтаудың екі түрлі әдісі бар екен. Біреуі физикалық, екінші логикалық. Бұлар біздегі құжат мәтіндердің жирный қылу, курсивый қылу, Word'ты білеміз ғой, астын сызу деген сияқты соларды айтып жатыр. Жеке-жеке жазып көрейік. Мысалға бұны параграфқа аласылайық отдельно. И параграфты жабамыз. Сөйтеміз, бұған жазамыз, біз bold деп жазамыз. Bold'та міндетті түрде жабылу керек тегтар. Жабамыз B-ны. И ашамыз B-ға. Ішіне жазамыз қою қаріп мәтін. Қою қаріп мәтін дедім. Қазір бұл жирный болады. Ctrl S, обновить. Мінеке қою қарып мәтін деген бұл уже жирный болды. Қажет болса бұны заголовок тақыр беретін H1 деп үлкетуге де болады. Үлкету туралы алда уақытта танысатын боламыз. Дальше I деген бар екен. Ол бізде курсивті мәтін. Курсив деген теріс қисайып түсу екенін жақсы білесіздер. Бұны да параграфке берейік. Параграфты ашамыз, параграфты жабамыз. I-ды ашамыз, I-ды жабамыз, ішіне мәтін жазамыз. I, slash I. Ішіне жазамыз. Бұл курсивпен мәтін. Қазір Ctrl S дейміз, мұны обновить ететін болсақ, әрине бізде курсивпен мәтін пайда болды. Курсивпен. Келесі бізде S дейді. Бұл сызылып тастаған, яғни сөйлемнің ортасынан сызылатын мәтін. Параграфке аламыз бұны да. Параграф. Дальше параграф. Ішіне ашамын, жабамын. Slash S-ті жабамын. S-ті ашамын. Ішіне жазамын. Сызылып тасталған мәтін. Ctrl S. Обновить. Бізде қазір сызылып тасталған деп шығу керек. Міне сызылып тасталған мәтін пайда болды. U деген бар екен, асты сызылатын мәтін.
жазамыз, параграфты ашамыз, параграфты жабамыз, P-ні жабамыз. Оның ішінде U астын сызатынды жабамыз. Бүйтеміз да жазамыз, асты сызылған мәтін, Ctrl-S, обновить. Көреміз. Вот мен асты, яғни қою, курсив, үсті сызылған, асты сызылған деп жазып алдық. Келесі форматтаудың келесі бір әдісі логикалық форматтау тегтері дейді. Ол да тура осы сияқты, бірақ бұлар сөзбен жазылады. Қою әріпті қайтадан көшірейік та астына берейік, бірақ бұл жолы B емес strong деп жазамыз. Бұл жерде strong деген, и, наверное, ошибка болған. Strong, и мынағанда strong деп жазамыз. Ctrl-S, қою қаріп мәтін номер 2. Ctrl-S, обновить. Әні қою қарып. Мына екеуінің де қалағанын пайдалансаңыздар болады. То же самый, курсивпен жазылғаның екінші түрі бар. Курсивпен жазылу номер 2 деп алайық. Мәтін номер 2. Бұл бізде M деп айтылады екен. EM жабылады. EM, Ctrl-S, обновить. Неге курсивпен жазылғаның екінші пайда болды. Дальше асты сызылып тасталған мәтін номер 2 дейміз да. Ол бізде del деп жазылады екен. Del. Сызылып тасталған мәтін номер 2, и мұнда del деп жазамыз. Ctrl-S, обновить. Қазір бізде мені сызылып тасталған мәтін номер 2 шықты. Енді последний асты сызылған мәтін бар. Бізде ол ins деп айтылады екен. Ctrl-V. U емес, бізде ins болады да, мұна жерде ins болады. Нәтижесінде асты сызылған мәтін номер 2. Ctrl-S, обновить. Неге асты сызылған мәтін 2. Мәтіндік форматтаудың тектері физикалық және де логикалық болып екіге бөлінеді екен. Енді осы жерде негізі кодты мұқият қарайтын болсақ, HTML-ді жұмыс істеудің барлық құралдарын 3 санатқа бөлуге болады дейді. Олар тег редакторлары, шаблондар және де программалар, түрлендіргіштер деп айтылады. Біз енді Notepad-ты пайдалансақ болады дейді. Біз не үшін мұнда Notepad-ты пайдаланбадық? Себебі ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалған кезде адам өзі кодты жаза білуі дұрыс та. Ал егер Notepad пайдалансаңыз, сіз тегті ашсаңыз, ол автоматически жабылып кетеді ғой. Және де мұқият қарайтын болсақ, бізде meta charset utf8 тег бар екен. Ол бізде кириллицалық қазақ және орыс әріптерін ішінен дұрыс көру үшін ең басында беріп қояды екен. Ол мысалға head'тан кейін жазып қойсақ болады. Meta charset тең utf8. Ctrl-S, обновить. Болды, ешқандай проблема жоқ. Қазақша әріптерді де, латын орыс әріптерінде пайдаланады дейді. Дәл осы мәтінді сіздерге жазып көр деп айтқан, біз енді мектеппен атамырадағын арғап жалғастырып кете бердік. Келесі бізде мәтінді туралау тегтері деген бар екен. Кез келген бір мәтінді, оның атрибутына, яғни кез келген бір мәтін бір сөз болсын, мысалы қою қаріп мәтін деген, ол бір мәтін ғой, текст қоя. Соған атрибут ретінде олардың положениелерін ауыстыруға болады да, ортаға, оңға, шетке деген сияқты. Мысалға қазір осыған align жазайық, align тең тырнақшаға left дейміз. Ол изначально қою қарып мәтін деген өзі сол жақта тұр еді, ол тұра береді. Енді курсивпен жазылған дегенді оң жаққа апарайық. Align тең right, GHT, Ctrl-S, обновить. Неке курсивпен мәтін деген ол оң жаққа қашып кетті да. Енді сызылып тасталған деген бар ғой, осы мәтінді ортаға қойық. Align тең center, Ctrl-S, обновить. Вот міне сызылып, сол жақ, оң жақ, орта, и justify деген бар. Ол енді ені бойынша туғырлайды. По умолчанию қазір біз асты сызылған мәтін дегенге justify беретін болса, ол, наверное, осы қалыпта қалады. Align тең justify, Ctrl-S, обновить. Вот асты сызылған мәтін деген сол по умолчанию қалды. Демек, қазір біз сіздермен мәтінді туралау тегтерімен таныстық. Ары қарап енді тура осы аталған бойынша
өздеріңіз жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Енді Арман не дейді бұл туралы? Арманға өтейік. Арман бұл жерде келесі жаңа тақырыпты, біз әлі цветтерге отдельно тоқталамыз. Біз H1-ді айтып қойдық, мәтін форматтау үлкеннен кішіге баратын, оны айтып қойдық, оны істеп қойдық. BR-ды айттық, ол Enter басып жібереді, P параграф екенін айттық, бұл өлең шумағы ретінде алатын. Мінекей, осыған ұқсаған біз мәтіндер бердік. Ал нөмірленген тізімдер дегенге біз отдельно тоқтаймыз, ары қарап Алматы кітабы не дейді. Алматы тура осылай, бізде енді P айтылды параграф, HR айтылды горизонтальный сызық, BR айтылды, бұл арасын үзіп жіберуге болады деп, I курсив айтылды, strong айтылды, жирный айтылды. Енді sub пен sub бар екен, осымен видеоны аяқтайық. Sub деген ол төменгі индекс дейді. Мысалға біз бетейік 10-ның 2 дәрежесі дегенді шығарайық. Мысалға P параграфты ашамыз, параграфты жабамыз, сөйтемізді 10 деген санды береміз. Сөйтемізді арасына SAB деймізді, жабамызды 2 деп бере саламыз. Ctrl-S. Sub деген 10-ның 2 астына түсіреді ғой, дәрежесі емес, астындағы сан бар ғой. Вот мына 2 деген. Екілік санау жүйесі деген сияқты. Тура осындайдың SAP дегені бар, SAP. Ол бізде уже дәреже жоғары қарап квадратта жібереді. Ctrl-S, обновить еттім. Вот мына оның 2 дәрежесі. Қалғандарын біз DL, DI дегендерді басқа сабақтарда қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен алғашқы HTML бетті жасадық. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Келесі видеоларда жүздескенше сау саламатта болыңыздар.